Ассалаумағалейкум ағайын, сіздермен Қоңырау Шоқан каналы. Бүгінгі видеомызда кішкентай ғана шолу. Біз қазір инкубаторидамыз. Енді алдыңғы видеодан келетін болсақ, алдыңғы видеодан бізде мына жерде тура 50% бір апталық балапандарымыз бар. Енді клиент алып кете алмаймын. Бір апта ұстап бересіздер ме, ақша қосып беремін дегеннен кейін біз ұстап беріп жатырмыз. Уже нелері шыға бастаған, қанаттары. Енді скоро уже үстіндегі жүндер түсіп, бәрі қауырсын айналады денелері. Енді арасындағы мындай слабыйлары енді күннен өліп қалып жатыр. Енді өскен сайын азаяды. Мұндай нелер слабыйлары езіліп қалады осылай. Мықтылары тірі қалар ғой. Тура 50% қалды. Құдай қаласа ертең келіп алып кету керек. Енді мына жерге келетін болсақ, бізде мына жерде кеше ғана шыққан бір апталық балапандар, сүйкімді, кішкентай, чисто өзіміздің шаруашылықтың балапандары. Оны алдында кішкентай инкубаторға салып қойғам, сол кішкентай инкубатордан шығарып жатыр. Аяқта 55 балапан. Енді бұның мұнда клиенті дайын. Клиенттардың барлығы көктен кейін жазылып қойды бізге. Мына жерге келетін болсақ, алдыңғы бір апталық балапандар ғой. Барковскалардан бірге тұр. Денелерін қарасақ, кішкентай ғана. Қара жұмыртқаны өздері әкеп берген бізге, чистый не деп. Астролорд деп ше. Енді шығарып бергеннен кейін өзі астролорд алғысы келмей қалып, бізге 6 австралиялық қалдырып кетті балапандарын. Оның орнына Барковская Боровистая аталатын болды. Мына бір апталық австралиялықтар Барковскиймен салыстырғанда қараңыздар. Барковскийлар дәу-дәу болып өсіп кеткен, австралиялықтар пока кішкентай. Енді австралиялықтарға келетін болсақ, өзіміз шын өмірде таныс емес бұл породамен. Енді балапаны қызықтырып жатса жазыңыздар, немесе болашақта өзіміздің шаруашылыққа осы алтауын алып қаламыз ба деген ойымыз бар. Өсіріп сат жерсек те болады. Будущем болашақта басқа да пародаларды асырауға негізі құлшынысымыз бар. Енді ол үшін бірақ кішкене кеңдеу жер керек та бізге. Біз қазір қалалық аймақта орналасқаннан кейін біздің үйіміз қатты көп мөлшерде айналыса алмаймыз. Енді мына жерге келетін болсақ, бізде кішкентай инкубаторымыз Аллаға шүкір жақсы шығарып жатыр. Мен тағы да Аллаға шүкір шығып жатыр балапандар. Анау біреуі шығып жатыр. Аллаға шығып жатыр. Бұл Аллаға шүкір, бұл инкубатор қолдан жасалғанмен шығару проценті өте жоғары. 90 жұмыртқа салғанбыз. Енді пока 55-і шықты аяқта. Енді аяқта тағы да шыққандар бар, шығып жатқандар бар. Енді көреміз бұны. Енді инкубаторға келетін болсақ, кеше міне инкубаторға Барковская Боровистая жұмыртқаларын салып қойғанбыз. Аллаға шүкір. Артығымен салып қойдық. Нені айналдыратын режимді пока тоқтатып қойдық. Енді тура бір апта болғаннан кейін, мынау инкубатор тоқтағаннан кейін, балапандар шығып кеткеннен кейін, аяқтағы артық жұмыртқаларын аяққа саламыз. Солай, осындай кішкентай инкубаторлардың бізге пайдасы сол. Артығымен сала тұра аламыз да, сосын шығып болғаннан кейін аяққа сала саламыз. Енді ол по-любому барлығы оплот болмайды, көбісі дегенде барлық жұмыртқа оплот болмайды. Сондықтан оның алынатындары бар. Қарасаңыздар, бар деп жазылып тұрған ол басқа шаруашылықтан келген. Ана линиялар белгіленіп тұрған ол біздің точкалар неткен. Енді өзіміздің жұмыртқалар бұл жерде аз. Себебі шаруашылыққа тауықтардың өзін көрсетіп өтейін. Соңғы кездері тауықтарымыз кішкене аз. Вообще тулары азайып қалды. Енді неге келетін болсақ, мына жерде 550 жұмыртқа. Оның 400-і ма, 450-і ма басқа шаруашылықтан келген, қалған 100-і өзімізден жиналған. Мен балапандар жайлы толық түсірім деген ойдамын. Енді үлкен талықтар жаққа қарай барайық.
Міне тауықтар бізде мына жерде кешкі астарын күтіп тұр екен. Енді тауықтарға не әсер еткенін білмейміз. Режимдары, тамақтары бәрі дұрыс, өте жақсы условия тұр деген ойдамын. Мына аяқта бір-екі тауықтар ауырып тұр. Негізгі өзімнің ойым, бүкіл шаруашылық бойынша тауықтарымыз кішкене аз туғалы ғой, климаттық жағдайға байланысты тумай қалды деген ойдамын. Және кішкене бір вирус па или бір ауру ма легкий келген сияқты тауықтарымызға. Оны тауықтардың қиынан білуге болады. Қарасаңыздар, кішкене бір обычный жақсы ауырмаған тауықтарда ақ болады нелері. Аналардың қиларында кішкене бір сарғыштау түс бар. Мынандай. Енді ол пока енді қандай ауру екенін белгілі емес, бірақ іштері өтіп жүр. Енді жұмыртқаларға келетін болсақ, міне өте аз, туылары өте аз болып қалды. Енді ол климаттық жағдайға байланысты деп ойлап тұрмын, өйткені барлығы бірге тумай қалды. Арғы тауық қорада да, бергі тауық қорада да. Өйткені бізде Алматыда алдында резко жылып кетті да. Сосын тауықтар тумай бастады жылып кеткен кезде. Жылы уақытта негізі жақсы туу керек қой деп ойлап қоямын. Сосын тауықтар стрессқа түсті ма? Сосын резко жылғаннан кейін енді қазір резко суып кетті. Тауықтарға сол ауаның режимі өзгеруі тоже стресс болып келеді. Енді біз тауықтарымызға келетін болсақ, міне тауықтардың суларына күнде антибиотик қосып жүрміз. Міне дактиловет деген ветеринарлық антибиотик суларынан примерно 1,5 болса, әр литр суға 1 граммнан қосылады. Бұл дәрі енді бүкіл іштерін айдап, жақсы емделіп кетулеріне көмектеседі. Әр суға дозасын дұрыс қосқан, өте негізі дұрыс қосу керек. Не артық емес, не кем емес. Өйткені артық қоссаңыздар, тауықтарға өте ауыр болып кетеді. Ауыр болып кетсе, енді тауықтардың өліп қалу мүмкіндігі бар. Міне қарасаңыздар, айдарлары барлығы жақсы. Тауықтардың жағдайы жақсы деген сөз негізі. Қызыл барлығы. Режимдары, барлық нелерін ұстап отырмыз, условияларын. Бірақ сол климатқа байланысты ма бір туылары азайып қалды. Бірақ жұмыртқа общий 30 тауық күніне бір ары кетсе 5 сондай ғана жұмыртқа туылып жүр қазір. Енді антибиотик кезінде енді бұлардың антибиотик берген кезде жеуге болмайды. Жұмыртқаларын лақтыру керек. Антибиотик өте адамға да зиян. Жеп или инкубаторға салып қажеті жоқ. Бірақ инкубаторға білмеймін, салып көруге болатын шығар. Міне тауықтарымыздың жағдайы енді осы. Қазір енді бір кешкі астарын қалай жасайтынын көрсетіп кетейін. Біз кешкі астарын общий міне 3 тауық қораға бірақ бір неге жасай саламыз. Ең бірінші бізде қосылатын ингредиент ол зерносмесь. Қазір күн суық. Күн суық кезде зерносместі кішкене көбірек береміз. Өйткені тауықтар энергиялар көп кетеді. Қарындары ашып кетеді. Зерносместен қоса бір қасық қосамыз, бір не кружка. Сосын маяқтан несушкадан қосамыз. Несушкадан кішкене көбірек қосамыз, өйткені бұда белоктың құрамы көбірек. Енді белоктың құрамы еще бізде жымықта көп. Жұмыртқа жақсы туу үшін ең басты элементтердің бірі осы белок. Енді углевод өздерінің организмдарындағы энергияларын кетіру үшін де керек. Мынау жаңағы несушканың дробленый түрі, онда қосамыз. Араластырамыз. Сосын бізде жүгері бар мынақты дробленый, одан кішкене ғана қосамыз, қатты көп керек емес. Өйткені өзі слишком не болып келеді, компақ.
қатты ұндақ болып кетсе де тауықтар жей алмайды. Мына қосылды. Енді бізде келесі сол ракушки. Ракушкиден примерно осылай біріне қосамыз. Балғын тағы уже бізде аяқты бітіп жатыр. Балғын тағынан кішкене ғана қосамыз. Всегда беріп керек емес, балғын тағын арасында беріп тұрған дұрыс. Мына жерде бізде нелерді люцернаны дровить етіп қойғанбыз. Люцернаның мынандай несін аламыз. И соны кішкене суға бұқтырып салып қоямыз. Содан да кішкене қосамыз. Тағы да біреу қосайын. Тауықтар тек қана дәнді дақыл ғана емес, осындай шөп салам рациондарында болу керек. Енді өзіміз арасында базардан 40 қабат алып көреміз. Тағы да әртүрлі арасында профилактика ретінде перец салып берсеңіздер болады. Перец өте мына біздің үйден шыққан отходтардан да береміз. Енді отходтардан біз көбінесе осы нанды ғана көп қосып береміз. Өйткені басқа да отходтарды көп, үйдегі тамақтарды көп берсе, тауықтар ауыру мүмкін. Өйткені тауықтар, мысалы, тамақ берсеңіздер, тауықтарға жаман әсер етеді. Себебі біздің тамақтарымыздың құрамында не көп қой? Тұз. Тұз тауықтарға өте жаман әсер етеді. Сол үшін тауықтарға нежелательно үйдің тамақтарын берген. Енді арасында осылай нандар артық қалып жатса, енді сырап болмау үшін нандарды береміз. Енді нанды да мөлшермен беру керек. Өте көп берсеңіздер семіріп, тумай қалады. Енді бізде бір вариант бар. Тауықтарымыз неғып тумай жатқаны семіріп деген, бірақ қарасақ, тауықтар қатты өздері семіз емес. Енді сол климаттық жағдай деп ойлап отырмыз енді өзіміз. Енді клиенттарымыз өте көп, заказ беріп болған көктемге дейін. Енді осы тауықтар стресстен тез шықса, енді Құдай қаласа бәріне үлгереміз деген ойдамыз. Ал енді осында қысқа ғана видеомыз аяқталды. Ағайын, сау саламатта кездесейік.